Математика. Сабақтың тақырыбы есептерді өрнек және теңдеу құрып шығару. Оқу мақсаты: айнымалысы бар өрнек және теңдеу түрінде барлық арифметикалық амалдарға берілген қарапайым есептерді шешу. Қосу мен азайтуға берілген құрама есептерді санды өрнектер түрінде модельдеу. Оқулықтағы 65-ші беттегі бірінші тапсырмаға назар аудар. Есепті теңдеу құрып шығарып көрейік. Тыңда. Ойын-сауық орталығындағы мұз айдында бірнеше бала коньки теуіп жүрді. Оларға тағы 15 бала келіп қосылған соң, мұз айдында 27 бала болды. Мұз айдында алғашында неше бала коньки теуіп жүрді? Шарты: мұз айдында бірнеше бала коньки теуіп жүрді. Бірнеше бала X болады, белгісіз. 15, оларға тағы 15 бала келіп қосылған соң дейді. Яғни 15 бала қосылған. Сонда X қосылған 15 болады. Сонда олар 27 бала болды дейді. Тең болады 27. Енді теңдеуімізге қарайық. X қосылған 15 тең 27 деген теңдеу пайда болды. Қосылғыш, қосындының мәні. Осы теңдеуді шешкенде өзіміз мұз айдында алғашында, яғни әу баста неше бала коньки теуіп жүргенін табатын боламыз. Міне осыны есепті теңдеу құрып шығару деп айтады. Келесі есепті де теңдеу құрып шығарайық. Тыңда. Сәуле ойын-сауық орталығындағы фотосалонға барып 190 фотосурет шығартты. Ол осы фотосуреттердің бірнешеуін әжесіне сыйлаған. Сонда оның 125 фотосуреті қалды. Сәуле әжесіне неше фотосурет сыйлады, соны табуымыз керек. Сонымен Сәуледе фотосалонға барып шығартқан фотосуреті 190, оны білеміз. Енді әжесіне сыйлаған бірнешеуі, оны білмейміз, сондықтан да X дейміз оны. Сонда 125 фото қалды. Енді теңдеу құрайық. Сен қалай құрар едің? 190 фотосурет болды. Әжесіне сыйлады X, қалды 125. Теңдеуіңді құрда, есептеп шығар. Сонда Сәуледе қанша фотосурет қалған екен? Екінші тапсырма. Бұл есепті модельдеп жазамыз. Модельдеп жазу деген сөз бірнеше арифметикалық амалды бір өрнек түрінде тізбектеп жазу. Тыңда. Екінші тапсырма. Ойын-сауық орталығы безендіру үшін 6 метрлік 14 таспабау дегеніміз лента, және 2 метрлік 23 таспабау сатып алынды. Барлығы неше метр таспабау сатып алынды дейді. Көріп тұрғаныңдай, 6 метрлік 14 таспабаудың қанша екенін білуіміз керек. Одан соң 2 метрлік 23 таспабауды білуіміз керек. Одан соң барлығын табуымыз керек. Қанша амал бар? Енді осыны модельдеп жаз. Бұл есепті де модельдеп жазамыз. Қорапта 158 шар бар екен. Қораптан 18 шардан 4 рет алынды. Яғни 18 шардан 4 рет алған шардың санын білмейміз. Сұрақ белгісі. Қорапта неше шар қалды дейді. Енді қалғанын сұрайды. Бұл есепті де шешуін модельдеп жаз. Яғни бір өрнек түрінде тізбектеп жазамыз. Үшінші тапсырма. Есепті теңдеу құрып шығарайық.
Гаухардың туған күніне бірнеше ұл және 12 қыз келді. Бірнеше деген сөздің орнына кез келген математикалық әріпті қоя аласың. А, Б, С, Y, X. Алуыңа болады кез келген. Және 12 қыз келді. Қандай арифметикалық амал қоясың? Сонда келген балалар 28 болды дейді. Міне, теңдеу құрылды. Енді ары қарай теңдеуді шеш. Ә бөлімі. Бір костюмге 4 метр мата жұмсалады екен. 32 метр матадан осындай бірнеше костюм тігіліпті. Неше костюм тігілді дейді. Қалай есептейміз? 4 метр мата бір костюмға кетеді екен. Одан соң осындай бірнеше костюм тігіліпті. Не істеуіміз керек? Сонда барлығы 32 метр мата кеткен екен. Теңдеуінді құрып есепте.